Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен мен Даркмайзер, және де мен бүгін сіздерге осы видеода, осы сабақта трендовая линия деген не екенін түсіндіретін боламын. Технический анализда трендовая линия дегеніміз ол бір каналдың ішінде жүретін қозғалыс, яғни ол әрқашан көлбеу қиғашынан болады. Трендовая линия бізде екі түрі бар, ол медвежий және бычий. Медвежий дегеніміз ол валютаның құлауы, ал быч дегеніміз валютаның өсуі. Мысалы қараңыздар, міне. Мынау бізде биткойнның графигі. Мен 4 сағатта аштым, бір күндікті алайық. Бір күндіктен де сақтап болады. Қараңыздар. Міне мысалы, трендовая линия сызу үшін біз лоуларды алу керекпіз. Ең төменгі бағаларды алып, мына трендовая линия деген міне, линия тренді деген инструментпен қосамыз. Міне қараңыздар. Осылай созамыз. Бізде екі осындай лоу болса, біз осылай уже трендовая линия сыза берсек болады. Міне. Мынау трендовая линияның асты. Енді үстін сызсақ, міне бүйтіп сыза салуға болады. Бүйтіп немесе мынаны бүйтіп алсақ та болады. Мінекей. Түзурек болу үшін. Осылай міне. Параллельно және түзу болған сайын ол жақсы негіз болады сіздерге түсіну үшін. Қараңыздар, міне. Трендовая линия әрқашан бүйтіп жүреді. Мысалы, міне, мынау үстіге өсетін айтқанымда ол бычий тренд, восходящий тренд ішінде әрқашан үстіге өседі. Міне, көрдіңіздер ғой, өседі. Мына жерлерді low дейді, мына үстіңгі жерлердің high дейді. Бычий трендта мына higher high жасап жатыр дейді. И higher low жасап жатыр дейді. Ал медвежийда керісінше баға төменге осылай түседі. Lower low, lower high дейді. Мына жерлер. Үстіңгілері lower high. Мынау high. Мына астыңғылары low. Төменгі жақын жаттап алыңыздар. Ағылшынша білсеңіздер жақсы. Ағылшынша периодта low деген төмен, high деген үсті деген сөз. Сонда мағына береді. Қараңыздар, мына жерде не бар бізде? Мына суреттерді өшіріп тастайын. Қазір. Міне қараңыздар. Міне трендовая линия. Бізде баға бүйтіп келді, бүйтіп өсті, түсті. Міне осы жерден біз уже сыза берсек болады. Трендовая линия осы бастан төменге түскен жерден подтверждение болды. Міне осылай шықты. Осылай біз сыза берсек болады. Келесі біз ойлаймыз, мына жаққа барады, содан бүйтіп түседі дейді. Бірақ ол трендовая линияны жарып үстіге өтіп кетті. Мінекей. Трендовая линия үстіге өткен, бүйтті да қайттан трендқа кірді. Осы трендқа кірді, мына жерден отскок жасау керек болатын, солай ойлаймыз, сондай прогноз жасаймыз, бірақ ол отскок жасамай, осыны пробивать етіп кетті, төменге қарай қатты пробивать етіп кетті. Сол үшін бұл трендтан шықты деген сөз. Мынау восходящий тренд сломан деп аталады, болды, бұл уже восходящий емес. Мына жерден бүйтіп шықса, бүйтіп жасаған ретест деп аталады. Жаттап алыңыздар, ретест. Әрқашан бір фигураны орындаған кезде монета, бір инструмент сіздер торговать ететін әрқашан ретест жасау керек бір фигурадан шыққан кезде. Ол сол сіздерге уверенность береді торговать еткен кезде. Мысалы, осы жерден бүйтіп ретест жасап, мына жерде ретест жасайды, ретест істейді, міне осы уровеньді. Соны ары қарай төмен кетсе, бұл ожидаемый болады, осы прогноз жасауға болады. Өшіріп тастайын сіздерге түсініктірек болу үшін. Міне, өсті. Ал міне, не істейміз? Бұл трендтан шықты. Демек, кішкене күтеміз, ретест күтеміз, ретест бүйтіп болды. Мен сіздерге әлі мынандай стратегияларды үйреткен жоқпын. Мен сіздерге бірақ келесі сабақтарда уже көрсете бастаймын. Мыналарды қалай қолдануға болады, свечаларды. Солар арқылы сіздер түсіне аласыздар. Мына жерде міне пинцетқа ұқсайды және МК-ға ұқсайды. Кішкентай таймфреймдарды ашсаңыздар. Содан мына жерде түсетінін білуге болады. Содан баға міне түсті. Восходящий трендтан түсті, ретест жасайды деп ойлаймыз, одан кейін уже медвежий трендқа кіреді деп есептейміз, прогноз жасаймыз. Міне, медвежий тренд, уже медвежий түсіп жатыр деген сөз, түсетін тренд түсті. Ағылшындарда айтады, trend is your friend. Тренд сенің досың. Яғни трендқа қарсы негізі трейд ашпаған дұрыс. Егер сіз скальпер болмасаңыз, онда әрқашан трендпен жұмыс істегеніңіз дұрыс, себебі трендқа қарсы ойнаған ол просто минусқа ойнаған деп есептелінеді. Солай негізі әрқашан. Мен өзім
өз басымнан кешкен, сол үшін сіздерге де соны қолдануға кеңес беремін. Ал міне бұл үлкен таймфрейм. Бұдан да үлкен таймфреймдарды қосып ашып қарасақ болады. Трендтар, мысалы міне мына жерден тренд. Төменгі лоу мына жер деп санаймыз. Мына жерді лоу деп санасақ болады. Мына жерді. Бірақ график қатты өсіп кеткен соң мына жерді алсақ болады. Міне қараңыздар. Міне. Осы жерден глобальный деп алсақ болады. Қараңыздар, міне линия тренді дегенді аламыз, инструмент. Одан кейін міне мына лоу саналмайды, себебі бүйтіп өтіп кетеді. Біздің инструмент, сондықтан мына жердегі лоуды аламыз, ең шеткісін аламыз, одан кейін бүйтіп сызамыз. Міне қойдық. Мынау бізде үлкен глобальный тренд деп аталады. Қараңыздар, не болады күндікте. Міне біз мына жерлерді қостық. Мына өшіріп тастайын. Міне мына ұштарын қостық. Кішкене жақындатсаңыздар да болады. Түзурек болу үшін. Мына жерді кішкене бүйтіп алсақ та болады. Мінеки, бәрі дұрыс. Қараңыздар, не болды мына жерде. Валюта алды, мына ретест жасап толық жасағаннан жерден мінден алды түсіп кетті дейміз. Қараңыздар, мына жерде уровеньдар бар. Ана кездегі видеодан көрсеткендей уровеньдар бар, осы линия тренді бар. И біз бағаны қай жерден тоқтау мүмкін екенін прогноз жасай аламыз. Баға міне мына жерге келіп соғылды. Көшіп тастайын, көрінбей тұр. Одан кейін мына жерде міне фитильдар пайда болды. Мына астындағы. Одан кейін баға алды да, кішкене отскок жасады. Бұл отскок жақсы отскок. Міне қараңыз, есептеп көрейік. Биткоин 7%. Ладно, біз ортасын ұстаймыз бағаның. Сондықтан 5% ұстауға болатын осы жерде. 5% плечолармен санап 50-60%. Солайша міне. Одан кейін қараңыздар. Міне, бүйтіп алды. Мына жерден двойное дно деген паттерн болу мүмкін еді, бірақ мына свечаға қарап, мына свеча бұл өте опасный свеча, себебі бұл қараңыздар. Мына жаққа өсіп баратты да, астығы қызылмен резко түсіп кетті. И мына жабылатын жері, мына жерде ешқандай фитилі көрінбеді. Сондықтан бұл очень сигналда сатуға. Сондықтан қараңыздар, бұл алды да, мына жерге түсіп кетті. Мен осы жерде шарт ететінім, есімде жоқ, не істегенім. Мен осы жерде мына кішкене өскенін лонг ұстадым. Одан кейін кеш болды, мен ұйықтап қалдым. Мен мына жерден осы мен фитильді ұстадым. Өскен біз ойладық, график индикатор барлығы двойной дно болады деп көрсетіп тұрды, бірақ алдыда бір күнде мен позициядан шыққаннан кейін ол бүйтіп құлай салды. Кеш болды, бірақ ұстауға болатын еді сол движениені. Қараңыздар, одан кейін не болды? Мына жерде уровеньдер бар, уровеньдерға тоқталады. Және мен сіздерге әлі де көптеген нәрсені үйретсем, өздеріңіз оны түсіне бастайсыздар. Мына жерде трендовый линиялар бар, олар мына жақтармен қосылған. Трендовый линияға тоже байланысты. Міне қараңыздар, мына жерден мен трендовый линия бетіп тартам. Оны сіздерге мен түсіндірем. Өте керемет инструмент, өте пайдалы, мен өзім қолданам, өте сіздерге керек болады. Және де мен сіздерге кеңесім, трейд еткенде көп трейд ашуға тырыспаңыздар. Әрбір движениені ұстауға да тырыспаңыздар. Біз қарап отырсақ, қараңыздар, 4 сағатта ашайық. 4 сағат ашқанда қараңыздар. Синусоидная волна деген нәрсе бар. Ол қараңыздар. Синусоидная волна. Мен өзім волна осын елестеттім, мен осын түсіндім өз опытымнан. Қараңыздар. Импульс болады, міне монета. Импульс болады. Одан кейін міне импульс, одан кейін тұрады, қайттан бір импульс болады. Міне тұрады, қайттан бір импульс. Потом жиналады, қайттан бір импульс. Кішкентай импульс негізі. Мына жерге санаса болады, жиналып тұрды деп. Одан кейін міне импульс саналады. Міне импульс болды, жиналды. Қайттан импульс болды, жиналып, импульс болды, жиналып тұрды да, қайттан түсті. Міне бүйтіп түсіп кетті. Мына жерде жиналды, қайттан импульс басталды. Мына жерде новостной фонға байланысты бізде қатты волатильность болды, сондықтан бұл жерде рынокқа кіру опасно болды. Сондықтан мына жерде комментировать етпей қойсам да болады. Бірақ мына жерде трендовая линия болды, мен сіздерге көрсетейін, қандай трендовая линия сызса болады, кішкентай таймфреймдерді олармен қалай торговаться етсе болады. Ең базовый стратегиялардың бірі. Қараңыздар, өшіріп тастайын мына жерлерді.
1 сағаттықты алайық. 1 сағаттықты алдық. Мысалы қараңыздар, міне мына жерден. Мына жерде объем көп. Объем, егер айта салайын осы видеода, объем көп болса, демек уже не сол волнадағы импульс скоро бітеді, тоқтайды деген сөз. Қараңыздар, мына жерде объем пайда болды, үлкен объем. Мына жерде кішкентай ғой, кішкентай объем. Осы мына аралықта қараңыздар, объемдар кішкентай. Одан кейін мына секірген кезде объемдар үлкейе бастады. Мына жерде үлкейе бастады. Сіздер осындай объемдарды көрген кезде уже фиксация жасау керексіздер. Әрқашан фиксация жасаңыздар. Мына жерде негізі түсетін еді, бірақ объемдарға байланысты бұл жерде үлкен игроктар, яғни киттар сатып ала бастады. Сондықтан биткоин мына жерде отскок жасады. Соны да біліп жүріңіздер, объемдар өте көмектеседі. Кішкентай таймфреймдарда да. Қараңыздар, міне мына жерден мынандай трендовый линия сызсақ болады. Мына жерден аламыз, міне lower low-ларды аламыз. Lower low өсіп жатыр. Мінекей. Одан кейін үсті жақтарын өз көз мөлшерімен осылай алсақ болады. Міне мысалы. Осы аралықты торговать етсе болады. Мінекей былай. Мына жерде түсіп кетті. Қазір осы түсіндірем. Stop loss, take profit дегендерді. Міне бүйтіп, мынандай болды. Түсті. Ретест, трендтен шықты, түсті. Көрдіңіздер ғой. Бұл жерде қалай торговать етуге болады? Қараңыздар. Міне, 1 рет келді, 2 рет келді, 3 рет келді, 4 рет келді. Мына жерден біз трендовый линиясыз қойсақ болады уже. Мына жерден трендовый линияны жарды, мына жерде ретест жасалды, одан кейін біз шорт қаламыз. Импульс қаттырақ болған сайын, мына жерде объемды көбейді. Біз фиксация жасай бастаймыз. 10%-тен 20%-тен жасай беріңіздер. Главное, әрқашан трейдингта, егер сіз плюста болсаңыз, сіздің P&L-іңіз жасыл болса, фиксировать етіп отырыңыз, сол әрқашан көмектеседі. Менің сіздерге кеңесім. Бірақ өздеріңіз білесіздер, мен оған жауап бермеймін. Әрқашан рискті өз ақшаларыңызға өздеріңіздің мойындарыңызда аласыздар. Оған сіздің ақшаларыңызға мен немесе ешкім басқа биржа ешкім бізге жауап бермейді. Әр істеген затыңыз сіздің қолыңызбен жасаған қимыл іс-әрекетке байланысты болады. Сондықтан алаңдамай, уайымдамай, без эмоций, технический анализбен істеңіздер. Сондай кеңес беремін. Міне қараңыздар. Ал трендовый линияның ішінде қалай торговать ету керек? Базовый стратегия. Міне келді. Мына жерден трендовый линия сызамыз. Одан кейін мына жерге келді, үстіге шықты. Мына жерден сызып қойдық. Үстіге келді, мына жерден біз шорт аламыз. Take profit'ті әрқашан мына жерден 1-2% жоғары үстіге стоп лоссты қоямыз. Мына жерден 2%, 1% ол қазіргі волатильностьқа байланысты солай өздеріңіз түсіне бастайсыздар. Одан кейін міне мына жерде мысалы стоп лосс тұрады сіздің. Стоп лосс. Одан кейін мына жерден шортқа кіресіз. Мына сіздің кіретін жеріңіз бағаңыз. Мына жермен шортқа кіресіз. Баға түсуіне деп, нападение деп. Баға түседі. Мына жерден take profit жасайсыздар. Себебі бұл трендовый линия. Болды. Сіз ақша таптыңыз. Все. Сіз плюстасыз. Болды. Енді күтесіз. Ары қарай не болады? Мына жерден негізі лонг алса болады. Лонг аласыз, себебі битіп болады деп елестетесіз, прогноз жасайсыз. Бірақ стоп лосс осының алдында 1%-ке мына жақта тұрады. 1% тұрады. Стоп лосс, take profit мына жақта. Керісінше да, не? Төменге қарай движение болды, енді үстіге қарай болады деп ойлайсыз. Бірақ ол төмен түскетін, мына жерде стоп лосс. Одан кейін мынау трендтен шығып жатқанын көріп тұрсыздар, мына трендовый линиядан. Одан кейін мынаны қараңыздар, мына фитильді көрдіңіздер, бұл ретестқа саналады. Ретест не 1 сағаттық. Мен сіздерге түсіндіремін осыны. Бұл бычек поглощение емес, молот деген секілді сондай аттары бар, бірақ мен көзбен жаттап алғам, қандай свечение білдіретін. Мынаны ретест деп санаймыз, одан кейін шортқа кіреміз. Стоп лоссты осы трендовый линияның ішіне қоямыз. Бұл кезде трендті жарып отқан кезде стоп лоссты трендтің ішіне қоямыз. Take profit'ті уровеньдардан, басқа уровеньдардан іздейсіздер. Мысалы, мына жерде уровень бар. Мына осы отметкада уровень бар. Мына жерден бір фиксация жасайсыз. Одан кейін ары қарай түсіп жатыр. Одан кейін мына жерде тоқтап қалғанын көресіз, объем көбейгенін көресіз. Одан кейін көбірек фиксация жасайсыз.
30-40%. Одан күтесіз, разворот болып жатқан секілді болды, жетеді дейсіз да, полностью фиксация шығасыз, сіз плюстасыз. Мына жерде көруге болатын басқа да индикаторлар бар. Мына жерде памп болды, пампты тастауға болатын. Мына жерде объемдармен де қараса болады. Сондықтан но қайттан трендқа кірді, трендтің үстіне барды. Трендке кіріп жатқанын көріп тұрсыздар. Мына жерде шорт, осылай. Мінекей, бәрі оп-оңай, базовая стратегия, осылай істесе болады. Бірақ бәрі оңай деп айта алмайсыз. Себебі қай жерде болмасын, әрқашан сізде опыт болу керек. Опыт болмаса, білім болмаса, сізге уақыт кетеді оның бәрін үйрену үшін. Егер сіз уақытыңызды осы үйренемін деп өзіңіздің желанияңыз болса, сіз әрқашан кез келген нәрсені үйренесіз. Трейдингқа байланысты емес, кез келген нәрсені үйрене аласыз. Сонымен тағы да бір пример көрсете салайын. Мысал 4 сағаттықтан алайық. 4 сағаттық. Мысалы міне үлкен таймфрейм, 4 сағаттық достаточно. Қараңыздар. High low, lower high, lower high деймін. Ұштарын аламыз, қосамыз. Примерно осылай қосамыз. Одан кейін міне lower low'ларды қосамыз. Мына жиналсақ та болады, көз мөлшерімен бүйтіп аламыз. Міне 4 сағаттықпен бүйтіп торговать етесіздер. Көрдіңіздер ғой? Бәрі оп-оңай. Стоп-лоссты қайда қойып кеткеніңізді білесіздер. Міне отскок, мына жерде айналып бара жатқанын көресіздер. Памп. Осылай. Мына жерде МК, дамп, мына 2 фитиль, дамп деген секілді. Бәрі оп-оңай. Мен сіздерге беретін кеңесім, қараңыздар. Бір отработка қанша уақытқа кетеді 4 сағаттықта, осындай үлкен каналдарда, үлкен трендтарда. Қараңыздар, мына жерден мысалға шортқа кірдім дейсіздер. Жоқ, мына жерден сыздық дейді. Мысалы, мына жерден лонгқа кірдік дейсіздер. Көріп тұрсыздар, мына жерде жиналып қалды. Накопление, скопление дейді біреулер. Накопление деймін. Накопление болып жатыр, мына жерден лонгқа жинайсыздар. Мына жерге стоп-лосс қоясыздар. Стоп-лосс, take profit мына жаққа қоясыздар. Осы жерден аласыздар да, лонг күтесіздер. Қанша уақыт күтесіздер деп ойласақ. Қазір қызық болады. Мен де бұрында ең басында үйренген кезде маған да өзіме жаңалық ашылғандай болды. Қараңыздар. Мына осы отработка жасау үшін осы движение. Қараңыздар қанша уақыт кетеді. Міне 2 күн 8 сағат. Ладно, максимально мына жерге дейін алайық. 1 күн 20 сағат, 2 күнде. Көрдіңіздер ғой? Бірақ профит. Бірақ солай сіз өзіңізді көптеген рисктен аласыз. Қараңыздар, көптеген риск. Сіз бұл көп трейд жасағаннан әлде қайтам тиімдірек. Мен сізге беретін кеңесім 5,67%. 10x пен кіре берсеңіздер болады биткоинға. Стоп-лоссты ана жерге қойып кіре берсеңіздер болады. 56,7%. Осылайша міне келесі движениеда міне санасаңыз болады. Мына жерден шортқа кіресіз, міне жиналып қалды. Күтесіздер. Мысалы, мына жерден шорттан кіресіз. Мына жерден кіре бермейсіз ғой енді. Күтесіздер. Немесе күтіп подтверждение мынау тұрып қалғанын көресіздер. Тұр. Шортқа мына жерден кіресіздер. Міне қараңыздар, қанша отработка, қанша уақыт кетеді. 1 күн 16 сағат. Егер міне мысалы мына жақ орта уақытта алайық, үстінде жиналған 7% екен. 1 күн 4 сағат, 1 күн 12 сағат, 1 күн 4 сағат кетеді. Көрдіңіздер ғой қалай жұмыс істейді барлығы. Бұл әр жерде терпение всегда вознаграждается. Өте сабырлы болсаңыз, барлығына жетуге болады. Әрқашан жалықпаңыз, бір нәрсе істеуге, үйренуге де, әрқашан үйренуге тырысыңыз. Желанияңыз болса, сіз оп-оңай бұны үйреніп аласыздар. Менің трейдингті тағы да бір беретін кеңесім, үлкен плечоларды алмаңыздар. Максимум 10x. Мен сіздерге советую 5x пен 10x. Өте тиімді. Биткоин өзімен де торговать етуден қорықпаңыздар. Себебі биткоин басқа альткоиндардан қарағанда менее волатильный, және ол да нормальный процент береді. Мен өзім басымнан өтті, сондықтан мен сіздерге солай айта аламын. Биткоиннің өзі де нормальный процент береді.
Одан қалса эфириумды торговать етуге болады, екеуін бірге. Себебі биткойнның қайда баратынын білсеңіздер, қалған валюта альткоиндарды солай жүреді. Бірақ альткоиндарда волатильность қатты. Стоп лосспен немесе ликвидациямен кетіп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан сіздерге беретін кеңесім, плечоларды кішкентай плечо алыңыздар, барынша кішкентай плечо. Және позицияға кіретін кезде, мысалы сіздерде условно $100 бар дейік. $100 мысалы 10%-ін мен бүгін жоғалта алам. Мен жоғалтса, ликвидацияға кетсе, маған бәрібір болады деп кіресіздер. Солай кірулеріңіз керек. Өздеріңіз психологияңыз дайын болу керек. Минус жоқ болып кетуге $10. Сонда сізде $90 қалады. Бірақ сізде стоп-лосс тұр. Содан кейін 10%-пен кіріп атсыз. Сіз оның максимум $1-2 ғана жоғалтуыңыз мүмкін. Стоп-лосс 1%, 2%, $1-2. Көрдіңіздер ме, солай өзіңіз дайын болу керексіздер. Әрқашан позицияға кіргенде сіз өзіңіздің жоғалтып алатын суммаңызбен кіріңіз және плечоны аз алыңыз. Басымнан өтті, мен сол үшін сіздерге осындай кеңес бере аламын. Себебі өзім білмейтін басқа нәрсені мен айта алмаймын адамдарға. Бұл мен бүгін көрсеткенім трендовая линия, глобальная трендовая линия, кішкентай трендовая линия. Осыларды өздеріңіз қарап, трейдинг вьюді ашып істеп көрсеңіздер болады. Ең алғашында сіздер тіпті жай ғана қағазға жазып позицияларыңызға кіргеніңізді санасаңыздар болады. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, мен астыға группа телеграм каналы қалдырам, немесе осы видеоның астында комментарийға жаза беріңіздер. Мен әрқашан жауап беруге тырысамын. Негізі телеграм каналда мен көбірек жауап беремін. Одан кейін мен осы видеоның астында Binance-қа ссылка қалдырам. Binance-та торговать етсеңіздер, сіздерге 10% комиссияға вознаграждение беріледі. Вознаграждение емес, комиссияға 10% қайтарылады, кэшбэк секілді. Одан кейін негізі бірақ биржа емес, торговать етуге болады. Мен Bybitте де отырам, кейбір кезде Binance-та. Ол өзінің ішіндегі уже новостьтарға, ішіндегі өтіліп жатқан мероприятияларға байланысты болады. Егер сіздер мен қандай да бір сөзім түсініксіз болса, менен қысылмай сұрай беріңіздер. Комментарийді қай жерде болсын сұрай беріңіздер. Мен әрқашан жауап беруге дайынмын. Ал сонымен каналға жазылып, лайк басып, уведомление қосып, активно болып үйренуден жалықпайық, достар. Сондықтан келесі видеоға дейін сау болыңыздар. Бұл біздің 3-ші сабақ, технический анализ туралы. Келесі видеоларда көріскенше.